Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Салима. Бүгін шоколадты жент жасайтын боламыз. Бұл талқаннан жасалатын дәмді тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Талқанымызды ыдысымызға салып алып, осылай етіп арасын ашып аламыз да, оның үстіне ерітілген сары майды құйып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сгущенкамызды да құйып, алдымен лопатканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз, кейін қолымызбен барлығын араластырамыз. Біздің ұнтағымыз осылай бір-біріне жабысу керек. Мен осындай силиконовый форма пайдаланатын боламын. Барлық силиконовый формамыздың ұяшықтарының барлығын ұнтағымызбен толтырып шығамыз. Осылай етіп салып, үстінен басып форма шығарамыз. Ұяшықтарымызды толтырып алғаннан кейін морозильникке 30 минутқа салып қоямыз. Егер сіздерде силиконовый форма болмаса, осындай мұз қатыратын формаларға салып жасасаңыздар болады. Бұл да өте жақсы болып шығады. Шоколадтарымызды ертіп аламыз. 30 минут уақытымыз өтті. Осылай етіп формамыздан барлық женттерімізді шығарып аламыз. Мен осындай розовый шоколад пайдаланатын боламын. Ертіп алған шоколадтарымызды формамыздың астыңғы бөлігіне аздап қана салып шығамыз. Женттерімізді формаға қайтадан саламыз. Салып үстін сәл ғана басып шығамыз да морозильникке шоколадымыз қатқанша салып қоямыз. Бұл формадағы женттерімізді шығарып алып, ішіне қоңыр түсті шоколадтарымызды құйып, женттерімізді қайтадан формаға саламыз да үстінен сәл ғана басып, морозильникке шоколадымыз қатқанша салып қоямыз. Шоколадтарымыз қатты. Мінекей осылай етіп, астынан сәл ғана көтерсек, формадан оңай шығады. Өте әдемі болып шықты. Барлығын шығарып аламыз. Бұл формадағы женттеріміз де өте оңай алынды. Мінекей біздің шоколадты женттеріміз дайын болды. Өте әдемі және дәмі өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Бұндай шоколадты женттерді түрлі түсті әдемі коробкаларға салып, қонақтарға тарту етсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырау басып қоюды ұмытпаңыздар.